Ал Құдай иемізден берік ұстанған басқаларың бүгін аман есен тірі жүрсіңдер. Бүгін дейді. Неге бүгін аман есен тірі жүрсіңдер? Өйткені бауырлар, көне өсиетте оған дейінгі адамдардың бәрі, Мұса пайғамбар мен Мысыр халқынан шыққан адамдардың бәрі тек екі адам ғана тірі қалды, достар. Екі адам ғана, достар, тірі қалды. Ол Ешуа пайғамбар, сосын Халеп пайғамбар. Қалғанның бәрі қырылып қалды, достар. Қырылып қалды. Айдалада сүйектері қалды сояқты. Айдалада шашылып қалды сүйектері. Қырылып қалды. Қырылып қалғанның себебі бір-ақ нәрсе. Құдайды ұстанған жоқ. Кім Құдайды берік ұстанды? Солар тірі қалды. А Құдайды берік ұстанбағанның бәрі қырылып қалды, достар. Неге олар берік ұстанған жоқ? Ол көп мәселе. Мысалы, оларға не кедергі болды берік ұстанбайды? Немене, олар Құдайдың құдіретін көрген жоқ па не? Құдай айтады, олар дейді, айдалада қаңғып жүргенде дейді, айдалада жүрген уақытта дейді, 10 рет олар мені сынады дейді. 10 рет. Қаншама менің құдіреттерімді көрді дейді. Мысалы, Мысыр халқынан Құдай перғауыннан алып шығарда, қаншама кереметтер көрсетті. Солай ма? Шаң тозаңнан жаңағы неше түрлі шіркейлерді шығарды, шегіртке жаудырды, бұршақ жаудырды, түнек басты. Тіпті екке де таңғажайып кездері болады. Мынаяғы қара түнек, мынаяғы нұр болды. Мынаяғы нұр болды. Жап-жарық болып тұрды. Гесем жерінде жап-жарық болып тұрды. А мынаяқта қара түнек болды. Мына жерде біреудің мына мысырлықтардың сиырлары, құлдары қырылып жатыр. А мынаяқта Израиль халқының ұрпағының ешбір балада да бейді. Ит те дыбысын шығармайды дейді. Ит те өлмейтін болады дейді. Сондай айырмашылықты көрді. Тағы былай жазылған. Олар Мұса пайғамбар арқылы қара теңізді жарып өтті. Құрғақ жермен өтті. Қандай керемет керек саған? Қандай керемет болады? Күндіз бұлт болып төбеде тұрды, а түнде от болып тұрды. Жарық қылып тұрды. Қандай керемет керек саған? Саған оларға Құдай манны жаудырды, көктен нан жаудырды дейді. Оның артынан жаңа өсиетте иеміз айтады. Сендерге берген Мұса емес дейді. Әкем менің берген сендерге көктен нанды дейді. Әкем берген дейді. Былай қарасақ, бүкіл кереметтерді көрді. Бүкіл кереметтерді көрді. Су айдалада, су құрғақ жерде, айдалада ешқандай су жоқ жерде жартастан Құдай су ағызып берді. Ет керек деп жылаған уақытта, ет керек деп жылаған, аузы мұрнынан шыққанша ет жейтін қылып толтырып ет тауып берді. Не керек саған? Жоқ, бауырлар. Керемет жағынан ешқандай кемшілік олар көрген жоқ. Құдай өзінің құдіретін көрсетті. Жаңағы екі азаматта көрді, Халеп пен Ешуа пайғамбарда, қалғандарды көрді. Бірақ оларды өзгерткен жоқ. Неше түрлі кереметтер адамдарды өзгерткен жоқ. Біздер былай ойлаймыз, егер Құдай керемет көрсетсе, ол сенуші болады. Бауырлар, ол еш уақытта сенуші болмайды. Мәселе одан емес. Егер мына келе жазбаны дұрыстап зерттейтін болсақ, біз соған көзіміз жетеді. Құдайға келу үшін кереметтердің қажеті жоқ. Жоқ, керек. Құдай көрсетеді оны. Құдай біледі кімге қандай керемет көрсетсе. Бірақ қаншама керемет көрсетсе, адамның сенімі одан жетілмейді. Мына жерде тірі қалдыңдар дейді. Яғни өмір сүріп жатсыңдар дейді. А қалғандары өлім. Жаңа бауырымыз естідіңіздер ме? Бауырымыз сөз айтты. Өлім бар, өмір бар. Сен нені таңдауың керек? Сен өмір таңдауың керек. Өмір таңдау үшін сен өзің үшін өмір сүруіңді қой дейді. Күнә үшін өмір сүруіңді қой. Өзіңнің қалауларыңды орындауды қой дейді. Құдай үшін өмір сүр. А егер қоя алмасаң, сен Құдай үшін өмір сүре алмайсың. Ол бос сандырақ әңгіме, бауырлар. Егер өзім үшін өмір сүруімді доғармасам, еш уақытта мен Құдай үшін өмір сүре алмаймын. Біз өзімізді алдаймыз, бауырлар. Өзімізді алдаймыз. Құдайдың құдіреті көрінбейді бізде. Нұры көрінбейтін болады. Біз тұз бола алмаймыз. Мына жерде сендер Құдайдан берік ұстан. Берік ұстанғанды қаяқтан білуге болады? Мына адам берік ұстанып тұр ма, берік ұстаған жоқ па? Қаяқтан білуге болады? Оны ұстап алып шайқау керек. Сен берік ұстаптысың ба, берік ұстап тұрған жоқсың ба? Оп-оңай, бауырлар. Оп-оңай. Сен ұстап тұрсың, бірақ та сені шайқайды. Сосын Құдай жібереді, дауылдарды жібереді. Естеріңізде ме? Иеміз Иса айтады. Менің сөзімді естіп, орындайтындар дейді. Олар жерді қазып, тасқа барып, іргетасын тасқа салған үйге байланысты дейді. Жаңбыр жауады, дауыл тұрады. Сосын егер ол тасқа салынбаған болса, ол үй не істейді? Құлайды. Неге? Өйткені оның іргетасы жартасқа салынбаған. Құлайды, бітті. Бауырлар, кейде біз ойлаймыз, неге мен басыма қиыншылық туып жатыр?
Құдай сен шайқап жатыр, көріп жатыр, сен ұстап тұрсың ба, ұста. Мүмкін мынандай адам болады. Бір жерде мынандай жағдай болған. Қаншама адам, қыруар халық тұрады. Бір сөз айтып жатыр. Содан кейін кетіп қалады, халық тарап кетеді, қаншама адам қырылып қалған. Тапалып өледі, қысылып өледі. Неге? Адамдар тұр, олар да тұр. Адамдар кетіп қалады, құлап қалады. Неге? Өткені өлі. Мынандай сенушілер бар. Бәрі жиналысқа келеді, бәрімен бірге еріп келеді. Бәрі отырады, бәрімен бірге өлең айтады. Мынау кетіп қалса, о да кетіп қалады. Сөзсіздер ма? О да кетіп қалады. Я болмаса біреу маған бүйтіп айтты, анау маған сөйтіп айтты. Бітті, все, бітті. Мына жерде, мына жер маған ұнамайды, болды. Сөзсің ба? Еш уақытта сен сенуші бола алмайсың, бауырлар. Берік ұстанғандар ғана. Бауырлар, егер мына терең ойланатын болсақ, мына көрген азаптың бәрін, 40 жыл айдалада азаптың бәрін Иешуада көрді, Халепте көрді. Бауырлар, егер де ол тірі қалмайтындай жағдай болатын болса, олар да өліп қалу керек еді ғой. Жоқ, олар өлген жоқ. Олардың ұрпағы да өлген жоқ, бауырлар. Құдай олардың да ұрпағын сақтап қалды. Неге? Өйткені олар Құдайға қарсы шыққан жоқ. Бауырлар, енді олар өлді, олар кетті енді. Иешуада аспанға баратын жеріне барды, Халепте барды, Мұса пайғамбарда барды, Харонда барды. Енді біздерге байланысты. Мен қалай ұстанып тұрмын? Қайдан білуге болады? Білесіздер ме? Мынандай жағдай болды. Бір күні Жақып айтады. Жақып ана кісімен күреседі, білесіздер ме? Оны біреу айтады, Құдаймен күресіне, біреу періште, біз ол туралы шаруамыз жоқ. Мәселе ол күресіп жатыр. Сол уақытта Құдай оның жамбас сүйегінің ұршығын сындырып жібереді. Мына орны бар ғой, жамбас сүйектің ұршығы айналып тұратын. Сол жерде сындырып жібереді. Содан кейін Жақып ақсап қалады. Бірақ ол құлап жатса да айырылмайды. Не дейді олар? Бата бермейінше мен сені жібермеймін. Дейді. Содан Құдай оған бата берді, оған жаңа ат берді. Енді сен Жақып емессің, сен кімсің? Израильсің дейді. Сен мен Құдаймен күрестің, сен адамдарды жеңіп шығасың дейді. Яғни сен берік ұстандың дейді. Бауырлар, өздер өмірлеріңізді қараңыздар. Қандай жағдайларда берік ұстанған жақсы? Қиын жағдайда, қиын емес жағдайдашы. Айырмашылық жоқ, бауырлар. Кейде бірақ біздер адам болғасын, пенде болғасын, бәрі күшті, бәрі. Мынандай өлең айтамыз. Егер күлімсіреп бәрі маған қараса, сенің соңынан еру маған өте оңай. Сондай өлең айтамыз, бірақ ойланбаймыз. Бәрі күліп қарамасашы. Онда жоқ. Бауырлар, біздің жамандығымыз осы да. Құдай айтады. Енді қараңыздар, мына автобуста отырамыз, мен талай машина жүрген уақытым болды. Машина емес, мен велосипедті армандаған уақытым болды, машина түгіл. Түсінесіздер ме? Сол уақытта бір қолымда бала, бір қолымда немен ұстап тұрам бейді. Тормоз беріп қойса, ұстанбадың ба, құрыдың онда, құлайсың. Опырлап құлап атқандарын талайын көрдім, бауырлар. Аяқ астынан болады, аяқ астынан. Кейде сенушілерде солай жеңіл-желпі сенушілер бастайды. Сөз оқығысы келмейді, зерттегісі келмейді, сыйынғысы келмейді. Жеңіл-желпі қарап, не істеп, сол өмірдің тормозы басып қалған уақытта сосын жапа-тамарға құлап атады. Анаусы ана жерде құлап атыр, мынаусы мына жерде, не құлап қалдың? Ұстанған жоқсың. Бауырлар, егер берік ұстанбасақ, еш уақытта біздер аспанға жете алмаймыз, бауырлар. Аспанға ешкім оп-оңай өлең айтып бармайды. Бір күні бір бауырымыз мынандай сурет салып қояды. Мәсіхшіл дейді, бүйтіп келе жатыр дейді. Мынандай үшкір жолдары салып қойған, үшкір. Үшкір нелер тұр мынандай, пышақтың нелері сияқты, араның тізі бар ғой, ара бар ғой, кәдімгідей кеседі. Сондай тіз салып қойған. Енді бір мәсіхшілер сол араның арасымен өлең айтып келе жатыр дейді, бүйтіп. Әләлә, бүйтіп өлең айтып келе жатыр дейді. Ол сөйтіп аспанға барам деп ойлайды дейді. Бауырлар, ана адам әләләсімен еш уақытта аспанға бара алмайды, ол өтірік. Бауырлар, бір жерге барады, бірақ аспанға емес. Біреу дейді, ана үстімен келе жатыр дейді, қаны ағып келе жатыр дейді, бірақ таймайды. Бауырлар, олар жетеді. Тағы бір не? Мына ұстанған сайын, шайқаған сайын сен не істейсің? Деп жеп қоясың ба? Жоқ, одан сайын берік ұстайсың. Бауырлар, сондықтан Құдай шайқайды. Мен мынандай мысал естігем, мына тал өсіп тұрады ғой,
тал өсіп тұрған уақытта дауылдар шайқайды ғой. Шайқаған уақытта ана тамырлары бүйтіп жерді қопсытады дейді, қозайды дейді. Қозап сосын одан сайын тамыр жібереді дейді. Одан сайын тереңдетеді дейді. Бауырлар, қиыншылықтар арқылы Құдай бізді берік ұстауға үйретеді. Берік ұстауға. Бір күні Еремия пайғамбар айтады, Құдайға жалынады. Күңкілдейді Құдайға, бейдейді. Жаңағыдай, осы мыналар менің де жанымды іздеп жүр дейді. Құртатын болады дейді. А Еремия 30 жылдай Құдай сөзін айтып келатыр. Айтып келатыр, оны тыңдап жатқан ешкім жоқ, достар. Былай айтқанда, оны тыңдап жатқан халық тыңдап, бірақ ол қоймастан айтып келатыр. Содан кейін бір күні шыдай алмайды да Құдайға келіп күңкілдейді. Құдайым дейді, мыналар мені тыңдамайды, құрысын дейді. Құрысын мыналарды. Сол уақытта Құдай айтады, егер сен жаяумен жарысқанда шаршап қалсаң дейді, жаяумен жүрген уақытта шаршап қалсаң дейді, онда аттылармен жарысқанда не болмақсың дейді. Түсініп отырсыздар ма? Тағы да ойлаңыздар. Егер сен жаяу жүргенмен сен ілсәмей жатсаң дейді, шаршап жатсаң дейді, онда аттылармен жарысқанда қандай? Аттылар деген сөз, сен қазір мынадай кішкентай нәрсеге шыдап төзе алмай жатсың. А одан жоғары қиыншылықтар келген уақытта сен не істемексің дейді. Бауырлар, мен мынандай түсіндім, шайтан бетет. Сені бір нені мына күңкіл қойып қойды сен жүрегіңе. Күңкіл ямаса бір жаңағы ұнамайды, саған ұнамайтын нәрсені бір саған сені үшіге болмау керек бетпе, аузың толтырып қойды, сен сонымен жүресің. Анамен күресе бересің, сөйтіп өмірің өтіп кетеді. Түсініп отырсыздар ма? Өміріміз өтіп кетеді. А мына нағыз Құдаймен қарым-қатынаста болып, рахат өмір сүріп, қуанып, сосын Құдайдың халқымен бірге болып, қуанып, Құдайдың ісін істеп, содан қуаныш айдалада қалып қоясың. Айдалада. Мына Израиль халқы бітті. Ет жоқ. Жаңағы балық жоқ. Ешқандай көкөніс жоқ. Міне, соны тық қойды шайтан. Міне, сендерге қараш, Құдай саған не беріп жатыр? Құдай саған не беріп жатыр? Сен бауырларың саған не беріп жатыр? Ал қараш. И сонымен олар жүрді міне. Көкөніс жоқ, ет жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Мәсіхшілер мені жақсы көрмейді, мыналар маған көңіл бөлмейді, Құдай менің сыйынғаныма жауап бермейді. Міне осымен кетіп жатыр. Құдай қайда деп. Содан құрыды олар, достар. Құрыды. Бір күні мынандай сөз оқыдым. Құдай сүйіспеншілік дейді. Содан адамдар қалай? Неге Құдай сүйіспеншілік болған? Жақсы ма, жаман ба Құдай сүйіспеншілік болған? Жақсы, неге жақсы? Кімді сүйеді? Қандай рақат. Бауырлар, мен олай түсінбеймін. Мені сүйеді, мені жақсы көреді, менің айтқанымды істейді. Байқап отырсыздар ма? Мені жақсы. Жоқ, Құдай айтады. Маған айтады, жоқ, қателеспе дейді, алай берді. Мен ананы жақсы көремін дейді. Мен ананы жақсы. А менші? Жоқ, мен ананы жақсы көремін. Яғни сен де оны жақсы көр. Түсініп отырсыздар ма? Сен оны жақсы көр. Анау мені жақсы көру емес. Қателеспе дейді. Мен ананы жақсы көремін, сондықтан сен оны жақсы көр дейді. Қалай, ұнай ма сондай? Мен өзбектерді жақсы көремін, сен өзбектерді қабылда. Мен қазақтарды жақсы көремін, сен қазақтарды қабылда. А орыстарды ше? Мен орыспын, мен ше? Мен орысты жақсы көремін, сен орысты қабылда. Мен қазақ емеспін бе? Қалай мені? Түсініп отырсыздар ма? Бауырлар, онда біз берік ұстанбаймыз. Жаңа бауырымыз айтты, Құдайдың еркін біліп, өсиетін білетін болсақ, онда біз берік. Енді ұстан. Бауырлар, қайсысы оңай? Мен ұстанған күшті, мені жақсы көреді. Мен соған берік ұстанам. Мені ренжітпеңдер. Менің дегенімді істеңдер давай. Мен берік ұстанып атым, түсініп отырсыздар ма? Жоқ, оны жақсы көреді. Мен сол үшін қызмет етем. Сол үшін мен бәрін берем. Мен сол үшін естеймін. Түсініп отырсыздар ма? Мен сол жақыным үшін қызмет етем. Сен Құдайды ұстанып атсың, онда сен Құдайдың өсиетін ұстан. Бауырлар, мына арғай оқитын болсақ, 10 аятта, мына жерде қараңыздар, былай жазылған. Халықты менің алдыма жина, олар өмір бойы мені терең қастерлеуді үйрететін және өз балаларына да сондай тәрбие бергізетін сөздерімді естісін дейді. Мына сөзді үйренсін дейді, үйренсін. Енді егер Құдайды берік ұстанған бауырлар, егер де біз осы сөзді біліп үйренбесек, біз Құдайды берік ұстаймыз. Біз бар ғой, өзі ойымыздан шыққан Құдайды берік ұстаймыз. Мына Құдай ұнайды маған, мен сол Құдайды ұстаймын. Сіздер естідіңіздер ме? Бүйтіп айтады екен біздер туралы. Ояққа барма, ол қатаң. Олар қатаң деп өтеді. Ояққа барма, оларда анау болмайды, мынандай болмайды, анандай болмайды. Сен неге ойланбайсың? Неге? Сен кімді іздеп жүрсің сен сонда? Кімді іздеп жүрсің?
Сен Құдай сөйте ма, Құдай сөйтпей ма? Сен соны ойланшы деймін да сен. Сен кімді іздеп кеттің сен? А егер сен адамдарды іздеп жүрсең, адамдарды ұстауға. Онда жүре бер, жетеді онда. Ең білесің бе, ең күшті кім білесің бе? Кім, ондай адам кімге барады білесің бе? Өзіне барады. Ең күшті менмін дейді. Өзімдікін ұстана берейін. Менің ойым күшті, менің ойым түсінігім күшті. Осындай Құдай маған керек. Өз-өзіне Құдай болып алады. А мен ойлаймын, сен сұрашайшы, неге болмайды деп сұрашайшы. Сен Құдайдан ұстағың келсе, Құдай айтады, саған болмайды. Құдай саған айтады, саған болмайды. Мен оны ойлап тапқан жоқпын. Ана жерде жатып алып, мен ұйықтап алып, Қызылордада заң шығарып жатқан жоқпын. Анау былай ертең Түркістанға барайын, айтайыншы, осындай болмайды деп айтайыншы. Бауырлар, мен өйтіп жатқан шаруам жоқ ондай вообще шаруам жоқ. Түсініп отырсыздар ма? Мен онымен айналысып жатқан жоқпын. Құдай нені болмайды дейді, мен соны мен өзіме де айтамын. Алай берді, мынау саған болмайды. Осыған берік ұстанасың ба? Міне менің өсиеттерімді берік ұстан. Бауырлар, Құдайды берік ұстанған, мына сөзді біліп, соны берік ұстанған, сен Құдайды берік ұстанып жатсың. А мына сөзді орындамай, бауырлар, мына сөзді орындамай, а мен Құдайды берік ұстансың, өтірікшісің сен. Сен Құдайды берік ұстап жатқан жоқсың. Құдайды ұстанған адам Құдайдың өсиетін ұстанады. Бауырлар, иеміз Иса жерге келген уақытта, дейді, мына заң, бауырлар, мына заңның бірде-бір нүктесі де жоғалмайды дейді. Мен соны толық орындауға келдім. Яғни, Құдайға мойынсынды, Құдайдың сөздерін орындады. Ол туралы не жазылған, соның бәрін ол орындады. Даже бір күні дейді, қалайша мына киелі жазба орындалмақшы дейді. Естеріңізде бар ма? Мына киелі жазбадағы сөз қалайша орындалмақ дейді. Содан ол оңға да таймай, бауырлар, солға да талмай, Құдайдың сөзін түбегейлі орындап шықты. Содан кейін мына Мұса пайғамбарға Құдай айтады, үйрет дейді Мұса пайғамбар, ана Ешуаны үйрет дейді. Мына айтылған сөзден не оңға, не солға жалтырақтамасын дейді. Осыны берік ұстансын дейді. Ұстансаң, сонда ғана сен өмір сүресіңдер. Мына жерде сендер Құдайдан берік ұстанғанда сендер тірі қалдыңдар дейді. Бауырлар, Ешуа да тірі қалды, халық та тірі қалды. Сондықтан, бауырларым, Құдайдан берік ұстану керек. Мейлі, бауырлар, жер айналып құрып кететін болса да, Құдайдан берік ұстану керек. Неге, бауырлар? Өткен мына жердің бәрі өткінші. Денсаулық өткінші, әйел өткінші, бала өткінші, күйеу өткінші, ақша бәрі өткінші. Ешқандай қалатын дым жоқ. А Құдай мәңгілік. Түсініп отырсыздар ма? Құдай мәңгілік. Құдайдан ұстанатын болсақ, онда біз тірі қаламыз, бауырлар. Жаңа мына нақыл сөзін тыңдадыңыздар ғой, тақпақ айтты, нақыл сөз керемет. Тозаққа барып күйіп жатыр. А мына жерде ол не ойлады? Иеміз Иса айтады, ей, ақмақ дейді. Бүгін түнде сенің жаныңды алмақ дейді. Сонда сен қаяққа барасың дейді. Сонда сен не болмақ сенімен дейді. Берік ұстан сен Құдайды. Бауырлар, біздерге мына жеңіл-желпі қарауымызға болмайды. Қалай ілбіп сілбей бастаймыз? Жеңілденіп жаңадай. Босай бастаймыз, құлай бастаймыз. Байқадыңыздар ма? Құлай бастаймыз. Мен талай жылағымын. Неге маған мүмкіншілік жоқ деймін да, емін еркін өмір сүрмеймін деп ойлаймын да былай. Неге маған сергек болу керек? Иса айтады, сергек бол дейді. Исаның өзі сергек болды ма? Қаяқтан білеміз? Дейді, Шимон дейді, Шимон ұлы дейді. Саған сен бақыттысың. Өйткені көктегі әкем сендерге мынаны көктегі әкем ашылды. Содан кейін Петр қуанады, мәз болады. Екіншінде сол бойда Петрді шайтан ұстап алады. Иса ары қарай айтады, маған қуғынды алу керек, қорлық көру керек, өлім керек, 3 күннен кейін қайта. Петр зытып кетті дейді. Мырза, сенмен онда Құдай сақтасын, болмасын. Жаңа ғана қуанып едің ғой. Иса сергек дейді. Кет қасына шайтан дейді. Кет қасына шайтан. Иса керек кезінде айтып, бірақ керек кезінде Петр, сен мен күшті ұрып, менің қамымды ойлап жатсың ғой, Петр. Ой, рахмет, жоқ, кет қасымнан шайтан. Петр сергек болған жоқ. Иса әрдайым сергек. Бауырлар, біздерге қашпау керек сергектіден. Сергек бол, үйрен. Сергек бол, ойыңда сергек бол. Ниеттеріңде сергек бол. Көзқарасында сергек бол. Не тыңдап жатсың, сергек бол. Не қарап жатсың, сергек бол. Қаяққа баратсың, сергек бол. Сергек бол, үйрен. Бауырлар, жердегі өмір сондай. Сонда ғана біз тірі қаламыз. Берік ұстан Құдайдан. Сол жайында сыйынайық қысқаша, бауырлар. Аумин.